Сәлеметсіз бе? Мен 7-ші сынып оқушысы Мараш Злата. Болашақтың мамандығы. Планета жасы экономикаға көшуде. Барлық елдер зиянды шығарындыларды азайтып, қалдықтармен дұрыс жұмыс істеуді үйренеді. Ал болашақта қандай мамандық экологияны сақтаудың алдын алатынын бірге білейік. Экоаудитор мамандығы дегеніміз не? Экоаудитор өнеркәсіпті, кәсіпорындарды, аумақтарды және ғимараттарды тұрақтылыққа тексеретін тәуелсіз сарапшы. Негізінен мұндай маман есептер мен құжаттарға сүйенеді, бірақ егер ол сандарға күмәнданса, далада тексерулер мен сараптамалар жүргізеді. Нәтижесінде экоаудитор қорытынды жасайды. Объект талаптары мен нормаларына сәйкес келмеген табиғи ресурстарды жаңғырту және неғұрлым отынды пайдалану жөнінде ұсыныстар береді. Егер компания жаңа зауыт ашқысы келсе, ол экоаудиторды шақырады. Ол жобалық құжаттаманы зерттейді және заңнамаға сүйене отырып, болашақ кәсіпорын адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян тигізе ме, жоқ па деген баға береді. Сондай-ақ маман тапсырыс берушіге зиянды азайту және барлық стандарттарға сәйкес болу үшін не өзгерту керектігін түсіндіреді. Мысалы, қалдықтарды қалай дұрыс сақтау керек. Экоаудитор не істейді? Экологик аудитордың жұмысы бірнеше дәйекті кезеңдерді қамтиды. Біріншісі жоспарлау, маман тексерудің мақсаттарын, әдістерін, критерийлерін, ауқымы мен көлемін анықтауы керек. Мысалы, зауытқа зиянды шығарындыларды азайту қажет болуы мүмкін. Экоаудитор қандай құжаттарды талдау керектігін, қосымша сарапшыларды тарту қажет пе, кәсіпорында нені тексеру керек екенін анықтайды. Жоспарлау нәтижелері бойынша аудит бағдарламасы жасалады. Бағдарламада барлық мерзімдер мен нақты әрекеттер жазылады. Сондан соң мамандар тексерулер мен бағалауды бастайды. Сондан кейін ұсыныстар жасайды. Зиянды шығарындылар азайған жағдайда экоаудитор, мысалы, ағынды суларды тазарту қондырғыларын түрлендіруге кеңес бере алады. Барлық нәтижелер мен шаралар арнайы құжатта экоаудиторлар қорытындыда жазылады. Экоаудитордың негізгі дағдылары. Бірінші, экологиялық ойлау. Тексерулер кезінде негізделетін стандарттар мен нормативті құқықтық базаны білу. Екінші, құжаттарды дұрыс түсіну және деректерді түсіндіру үшін аналитикалық және сыни ойлау. Үшінші, аудит жүргізу кезінде процестер мен команданы үйлестіру үшін менеджмент дағдылары және жүйелік ойлау. Төртінші, клиенттердің түсіну және оларға өз шешімдерін түсіндіру. Назарларыңызға рахмет.